Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Көптен күткен сәт мінекей. Аллаға шүкір. Бұйырса жолға шыққалы тұрмыз. Орал, Шымкент. Сапарымыз оң болсын. Дайындалдық. Барымызша, қолымыздан келгенше. Біз мынандай кронштейн пайда болды. Екі қолымда бос. Алдыда тұра алам, артыда тұра алам. Yani өзімді деп жатқаным ғой. Солай. Бұйырса енді қазір Оралдан шығамыз. Жиналып біраз заттар бар, бір-екі заттар бар, алып кететін. Осылай прицепсіз шығамыз. Прицептің жымпитыда тұр. Прицеппен мотоцикл. Соларды салып аламыз. Содан кейін Ақтөбеге жетіп алу керек бүгін, Алла қаласа. Ақтөбеден жүк жинайтын боламыз. Кеттік, ал сәттілік. Шығуға әбден дайындалып жатырмыз. Көлікті жуып, тазалап, кішкене болса да. Алдындағы анау несі мухобойник деймін, не дейді? Сол түсіп қалды, сынып қалды. Жарайды. Осылай да әдемі. Өзінің кейінде. Ішін жуып тазалап алдым кеше түнде. Бәрін шаңын суырып, бәрін сорып тап-таза қылып алдым. Артық отырғыштардың барлығын алып тастадым. Енді көрпе төсеп аламыз, көрпе көпшік. Жатуға, қонуға. Ақ машинаны жуған жағымды екен. Бірінші менде ақ машина болып отыр осындай. Так, сіздер ішін көрсетіп жүрейін. Іші мінекей осындай бір бөлме. Ұзыннан жатаға салып алсаң проблема жоқ. Бұрын приорада осылай жатып жүрдім ғой. Диагональ. Қазір енді осыған ұзыннан екі адам сыйып кетеді. Екі үлкен адам. Так, мына құралдар, жұмыстың құралдары. Бұйырса бұларды жымпитыға ауылға түсіріп кетемін. Іші мінекей кеше түнімен осылай тазалап, жуып тазалап үшін әдемілеп қойдық. Жолда өзімізге жағымды болу үшін. Керемет болып. Ал, бұйырса шығып бара жатырмыз. Шаруаларымыз бітті қаладағы. Орал қаласынан шығып бара жатырмыз. Прицеп жымпитыда. Қазір жымпитыға барып прицеп тіркеп аламыз. Ары қарай бүгінгі мақсат, Алла қаласа, Ақтөбеге жетіп алу. Ақтөбеге жетіп алып, содан кейін бұйырса ертең жүк жинап бастаймыз. Оралды қарап отырмын, жалпы бұлай бар ма екен деп. Ақтөбе ең болмаса Ақтөбеге, болмаса ары қарай кейде болады, Шымкентке де болады. Бірақ таба алмадым, байқамадым, көрмедім. Оралдың ішінде бар, далаға жоқ. Солай. Сондай момент. Шүкір жолымызды жөндеп жатыр. Бұйырса осы қотыр жолдардан да құтыламыз. Енді Ақтөбеге дейін жақсы. Ақтөбеге дейін жақсы жол. Ары қарай енді қолда ғой, кішкене қинайтын. Қолда деп Қарабұтақ. Қарабұтақ, Хромтау солар кішкене қинайды. Түскі уақыт болды, сағат дейтін, қазір түскі ас ішіп алып. Мотоциклді тиіп аламыз қазір. Үйге дайындалып тұр. Осының қысқасы, жалпы қысқасы осында пока әзірге Ақтөбеге дейін осының ішіне тиейін. Осы жерге. Сосын Ақтөбеге жеткеннен кейін жүктің көлеміне, жүктің
көп болуына байланысты. Егер жүк көп болып кетіп жатса, мына бортты құлатып, алға қарай шығарып, жаңа қазір көрсетем. Осы жерге алға қарай шығарып, мына жерге дейін жеткізіп, соны бекітіп қоятын боламыз. Мынаны ашып қойып, бортты ашып қойып. Сондай жоспар бар. Жүк көп болып кетіп жатса, енді бір күн жинаймыз ғой, тек қана. Ертең шықса шығады, шықпаса да басу керек Шымкентке. Ал мінекей тиіп алдық. Қарама-қарсы қылып, ремендерді бір-біріне қарама-қарсы бекітіп алдым. Міне 4 жаққа. Ешқайда қозғалмайды. Беріп тұр. Енді жалпы көп орын алып тұрған жоқ. Көріп тұрсың, үстінде, астында, жанында. Егер мына жүк жақсы болып жатса, жанына, үстіне тиіп сыйдыртып аламыз ғой, бір нәрсе болмай жатса, бағана айтқандай алға қарай шығарып аламыз. Ал кофемізді алып алдық, заправкамызды жасап алдық, шығып бара жатырмыз. Енді сәл жолдар осындай әзірге, бірақ ара жақтан бері қарай жасап келе жатыр. Шығын, жалпы газге шығын жаңа қалада жасағаннан бастап, Оралдан жасағаннан бастап мен 177 километр жүріппін. Енді Оралдың ішінде біраз жүріп қалдым, 30-40-тай жүріп қалдым. Сонымен жалпы 177 километрға 21 литр жағыпты. Енді трассада көреміз қазір. Бұйырса Ақтөбеге жеткесін бір жасайтын шығармыз газды. Газымызды, жалпы бензинімізді толтырып алдық. Май суымызды қарап құйып алдық. Алла қаласа аман есен Ақтөбеге жетіп, қанжығамызды майлап, ары қарай Шымкентке кетсек деген ойымыз бар. Алла нәсіп етсе. Ал осыдан енді жолда бір қызықты оқиғалар болып жатса қосыламыз. Осыдан Ақтөбеге барғанша. Енді түнде жететін шығармыз, Алла қаласа, бір сағат 10-дарда, 11-лерде жететін шығармыз. Прицеппен жүргеннен кейін асықпай жүру керек те. Шыңғырлау ауданының поворотында тұрмыз. Бұрылысында, Шыңғырлау ауданының бұрылысында. Өкінішке орай жаман жаңалық құлап қалды. Скутер. Енді жол дейтін өте нашар бізде. Содан секіргеннен құлаған болып тұр. Мен қазір осыны дұрыстап аламыз. Сосын ары қарай жүреміз. Так, 110 километрдай астым Шымкенттен. Так, қайтадан байлап алдық. Барынша қысып алдым. Жұлқылап, былай да былай шайқап көріп едім. Тұрғы. Ал кеттік. Қобдаға жетіп алсақ бұйырса. Жолда жанармай құятын жерде осындай намазханасы бар жерлерді өте жақсы көремін. Керемет істеп қойған. Осындай жасап жатқан кісілерге Алла разы болсын. Өте андай жолда сапарда жүрген адамға осындай демалатын орын, дәрет алатын жер өте ыңғайлы. Керемет. Дәрет алатын жері барлығы бар. Андай аппаратпен біреулер саяхаттап жүр. Неміс ау дей ма? Қобдадамыз, Қобдадан өтіп бара жатырмыз. Газге осындай кезек тұр. Ақтөбеге барып аялдаймыз ғой, сондықтан кезекке тұрып қажет жоқ сияқты. Жетіп те қалу керек Ақтөбеге. Тәуекел көреген. Ал Ақтөбеге кіріп жатырмыз, Аллаға шүкір. Аман есен жеттік. Штатив кішкене айқалады. Ай өтпеңіздер, видео
Мінекей көлігіміз жанады. Артта 500 шақырым, 400-дің үстінде Оралдан бері қарай. Мінекей мына жерде Нұрғасыр мешіті. Осындай жерге келіп тоқтадық. Осындай ЖК-ның қасындамыз. Біз әлі Ақтөбедеміз. Түнде қондық, тамағымызды ішіп алып қондық. Түнде жақсы, қазір әдемі бәрі. Бұйырса қазір таңғы асымызды ішіп, былай шаруалар жасаймыз. Жүк қарап жатырмыз, уже басталып кетті жүкті қарау. Бұйырса әдемі жүктер шықса. Кішкене енді мотоциклмен проблема болып қалды сәл. Мотоцикл құлап қалады, басқа соның бәрін түзеп, дұрыстап бекітіп, тағы да стяжка дейді, оны тартатын ремень алып, қазір солардың барлығын алып жасататын боламыз. Және тағы бір жаңалығым, планшеттің сынып қалды, сол планшетті жөндететін боламыз қазір. Планшет жөндетіп алу керек болып тұр. Жолда іш пысады екен, планшетсіз. Фильмдер, тағы басқалар қарауға, подкаст, әңгіме, тым бірдеңелер тыңдауға, подкаст нелер тыңдауға планшет жақсы екен. Солай, қазір енді асханаға баратырмын, сосын бір көлікті қоямын бір жерге. Сосын былай жаңағы мотоциклді түсіріп, сол мотоциклмен уақыттегі шаруаларды реттеймін. Сосын ремень сатып алуға, планшетті алып баруға. Бір жағынан қазір бізде екеуміз, қасымда інім бар ғой. Сол екеуміз бір жағынан бірдей жүк қарап отырамыз. Ол да қарайды, мен де қараймын. Екі телефонмен қарап отыратын боламыз. Индрайвтан, басқа да сайттардан. Солай. Әдемі ұйықтадық. Минивенді айтпақшы, бірінші рет түнеп шықтым. Өте ыңғайлы. Кәдімгідей Приорадан кейін алғаныма вообще қуанып кеттім, қатты рахат. Аяғыңды созып, кәдімгідей үйдегідей еркін жатасың ғой. Екі адам еркін жатады екен. Қысылмастан, қымтырылмастан. Солай, әдемі демалдық, әдемі ұйықтадық. Жалпы Ақтөбеде жасыл қала есебіне кіріп кететін сияқты негізі. Бұнда да біздің Оралға ұқсайтын, жалпы Оралға ұқсайтын ағаш көп, ішінде өзендер көп бөліп жатқан. Мен ойымша жасыл қалаға кіретін сияқты Ақтөбе. Ақтөбе жалпы енді көпір ғой бізде. Екі жақта батыспен жалғап тұрған көпір ғой Ақтөбе. Шүкір. Керемет қала Ақтөбе. Осындай завтракпен апортта. Тамақтанып отыр. Так, таңғы асымызды ішіп алдық. Қазір бір көрсетіп жіберейін, қалай жатқанымызды. Кейбір адамдар сұрайды. Жүк қарап жатырмыз. Жалпы жүк іздеп жатыр қазір. Осы жерге жаттық. Бұлай екі адам. Кеңінен сүйіп кеттік. Қазір енді жүк іздеп жатырмыз.
әзірге шықпай жатыр. Өткен жолы естеріңізде болса, өткенде алдыңғы видеода осылай Ақтөбеден өткенде Ақтөбеге келіп қондым ғой тоже. Сол кезде қонып осылай іздеп көрдім ғой. Жаңа нені грузды. Таң обедке дейін шыққан жоқ, түске дейін, түстен кейін қарша боратты ғой. Енді осы бүгін де солай бола ма екен деп тұрмыз. Қазір мен дейтін мына жерге, осы жерге көлігімді қойып кетемін мына жерге. Орталықта тұрмын. Ғасырмен жататын жерде. Осы жерге көлігімді қойып, інімді қалдырып, ода бір телефон бар, жүк қарап отыр. Менде де жүк қарап отырмын. Жүк таптық Түркістанға. Қазір бұйырса соны тиеп алуға кетіп бара жатырмыз. Мен жаңа скутермен барып ұсақ-түйек шаруаларды бітіріп келдім жалпы. Планшетті ремонттап. Мінекей планшет. Осындай бол. Ремонттап алдық. Енді қазір екі жүк алдық. Екеуі де Түркістанға. Сол тиеуге кетіп бара жатырмыз. Кетті жақ. Бірінші соны тиеп аламыз. Скутерді мына жерге парковкаға тастап кеттік. Сол грузды тиеп алғаннан кейін скутерді жанына салып аламыз да, сосын тағы жүк қараймыз. Толсақ бүгін шығып кетеміз, Алла қаласа. Ақтөбеде мынандай бір нәрсе бар екен. Фонтанды жаман атып отыр ғой жоғарыға. Күн салқын жақсы болып тұр. Шүкір айтып. Бір заказға келдік мұнда. Отменить етіп жатық. Сыймайды, сыяды, бірақ анда диван, мебель. Негізі описаниеда ештеңе жазбаған. Және дұрыс сұраған кезде айтты, бір кісілік диван деді. Енді ойладық қой, бір кісілік креслолар бар ғой, сондай шығар деп. Соны бір-бірінің үстіне тиеп, бір бұрышқа жинап береміз деді. Жарайды деп келсек, ол үлкен андай ұзын диван екен, гостевой диван. Не бар 15 мың теңгеге. Сосын болмағасын алған жоқпыз. Бізге үлкен болып тұр, тым үлкен. Сыймайды прицептің ішіне. Солай. Енді басқа заказға кетіп бара жатырмыз Түркістанға. Сол заказды барып қараймыз қазір. Ол бірақ қапшықтар деп айтты, жазды, фотосын да салды. Негізі солай объявление берген кезде фотосын салып берген жақсы да, фотосын салып описаниеға дұрыстап жазса дұрыс болады негізі. Қапшық салып. Осы ма? Дұрыс. Күл ғой ана неге шопқа салатын. Абитоп салатын ма? Білмеймін, перевоз. Жігіттер, шығып бара жатырмыз. Болдық. Газ құйып алдық. Шаққа таптық газды. Көп жерде кезекте тұр бәрі.
ойладық Ақтөбеде енді, бірақ ешнәрсе шықпағасын. Бұйырғаны осы болар деп шығып бара жатырмыз. Жалпы мақсат Шымкентке бару, Шымкентке барып айтқан болатын алдағы видеоларда. Шымкентке барып мотор алып келуіміз керек әкеміздің көлігі бар осындай шаран, соның көлігіне мотор алып келуіміз керек. Сол үшін кетіп бара жатырмыз Шымкентке. Bir жағынан өзіміз қарап, танысып, қыдырып, саяхаттап, сосын Шымкенттегі барып көріп, өзіміздің көзімізбен көріп, келісіп алып келсек деген ойымыз бар. Мақсат солай. Сол үшін жүкті күтпей шығып бара жатырмыз енді. Қазір енді бұйырса қараңғы түскенше Хромтауға жетіп алсақ, сосын ары қарай демаламызға қараймыз. Жақсы бір кемпинг тауып алып демалатын шығармыз. Солай қызықты бір нәрселер болып жатса қосылармыз. Мінекей әдемі мешіт қой. Анашым деген мешіт. Жаңадан салынған, 1-2 жыл болған ашылғанына. Өте әдемі. Ақтөбеден шыға берісте көп ұзамай ағаштардың арасынан кішкене көрмей болуы мүмкін енді. Мына жерден мінекей мына жерде заправка салынып жатыр. Қазақ ойыл салынып жатқан жоқ, қазақ ойыл салынып жатыр екен. Жаңадан қазақ ойыл ашылайын деп тұрмыз. Үлкен паркингімен осы жерде әдемі мешітімен қасында. Аллаға шүкір, мешіт көп болған жақсы ғой жолда. Ана ренжіп жатқан адамдар болады, мешітті көрсете бересің деп. Мешіт көп просто. Сол үшін көрсете береміз. Айтпақшы планшетін жөндетіп алдым. Әдемі, рахмет, 1-2 сағатта жөндеп берді. Осы комментарийға біреу жазып еді, маған айтып еді. Сен осы блогермін деп айт деп. Жаңа телефон жөндейтін жерге айтуым керек пе деп ойлап қалдым. Қалай ойлайсың, Саят? Айтуым керек пе? Блогермін, реклама жасап берем деп. Саят менің жатайын деп жатыр ал. Артта рахат. Ал бисмилlah кеттік, Хромтау. Жетіп алсақ Хромтауға демаламыз.
алшақтап кемпингқа жем алдық. Ал бұйырса қозғалып бара жатырмыз орнымыздан. Амандық болса Қызылордаға жетіп алу мақсат. Алла насіп етсін. Картадан қараған прибытие сағат 6-да деп тұр. Сағат 6 болды. 6:10. 12 сағаттан кейін. Енді тоқтауымыз бар, тағы бар. Жобамен 15 сағат, 15-16 сағат кетеді ол. Әдемі. Таңды қарсылған әдемі болса жолда. Видеомыз қосып қойдық. Мотоцикл орнында тұр, қозғалған жоқ. Қызылордаға жетіп алу бүгінгі мақсат. Жеттер Бөгетсайға жеттім. Күн мынандай шығып кетті. Енді қатты ұйқы басып келір. Өте қатты ұйқы басып келір. Енді әлсізсің, слабыйсың, ұйықтай береді екенсің деп айтатындар болса, қауіпсіздік бәрінен де маңызды. Құттай 1 сағат болса да ұйықтап аламын. Енді российский путешественник келатыр. Кездесу бұйырса сұрап аламыз, қайдан келатқанын. В общем, құттаймыз қылып аламыз қазір. 1 сағаттай ма ұйықтап аламын. Жатып. Төсек салғанда осылай болады. Солай. Қауіпсіздік маңыздырақ. Чем қазір ұйықтап кетіп бір нәрсе болғаннан гөрі. Бөгетсайдан қозғалып кеттік. Шамамен 1 сағат 20 минутта ұйықтап қалыппын. Бірақ жақсы болып қалдым есесіне. Өте жақсы болып қалдым. Жалпы қанша жерден ұйқымды қандырсам да, кейде осылай ұйқы құсатын кездер болады. Қанша жерден көп ұйықтасам да ұйқы құсатын кездер болады. Сол кездерде мен дейтін тоқтаймын да, бірден ұйықтап аламын. 15 минут, 20 минут ұйықтап аламын. Әйтпесе бәрі бір бар ғой, қанша жерден алсаң да ұйқы деген бәле қоймайды. Сондықтан мен ойымша қауіпсіздік маңызды деп ойлаймын. Кешігіп жетерсің, бірақ әйтеуір аман есен жеткен маңызды. Солай. Бұрын мына жолдар адам көріксіз болып жататын еді. Қазір кішкене түзеліп әйтеуір. Енді алдан Қарауытақ. Содан кейін Арал болды. Ал Қарауытаққа келіп қалдық. Енді шама келсе кез келген жерден газ жасап алған жақсы деп айтты. Сондықтан газ жасап алатын боламыз. Осы газ жоқ сияқты. Мына жерде газ бар. Бірақ кезек. Амал жоқ. Кезекке тұрамыз. Газымыз жасап алайық та келесі Аралға дейін ұрып тастау керек. Қарауытақтан заправкамызды жасап алдық. Шығып бара жатырмыз. Газ жасап алдық. Мынандай заправкамызды алып алдық. Сәл өзгерген екен кішкене. Көктемде өткеннен бері біраз өзгерген екен. Әділке. 833 километр бар. 11 сағат. 11 сағатын енді 1-2 сағат қосылады, сонда бір 12 сағатта жүреміз ғой. Тағы бір айта кететін нәрсе, кеше бір Хромтаудан біз газ жасадық қой. Сол газ жасаған кезде
12 литрдей кетті. Мына жаңа Қарабұтаққа келіп жасаған кезде Москвич. соған 11 литр кетті. Хромтау мен Қарабұтақтың екеуінің арасы 130 километр. 130 километрға 11 литр ма? Жақ бір 10 литр ма? Даже 11 деген бір нәрсе. Өткен видеода естеріңізде болса, мен Алматыдан келе жатқан кезде осы Қарабұтақтан жасағанда аз кеткен болатын. Соны енді ойлап жатырмын да, Қарабұтақта тек честно дейтін сияқты деп газда. Кейбіреулерінде цифрлар қосылып кететін сияқты кішкене. Әйтпесе 130 километрға 10 литрдай жағып тұр ғой енді, 2 литрдай минус. Әдетте 12 жағатын, мысалы 11 жағатын 100-ге. Алда бір фура келе жатыр. Жалпы фуралар жиналып келе жатыр қазір мына жерде. Алда бензин ба, газ ба бір нәрсе алып бара жатқан фура келе жатыр. Өте қатты тәуекелге барып, фуралардан обгонға шығып, жалпы не жасап жатыр ғой? Қауіпті басып озулар жасап жатыр. Жаңа сәл қалып лоб бір-біріне тиісуге, кішкентай жеңіл машина тиісуге сәл қалып алда келе жатыр. Өзінен еще түтін шығып келе жатыр көк түтін. Солай, фуралар жайлап жүрсе екен дейміз ғой. Үлкен жол болған жақсы әрине, бірақ мынандай кездерде мынандай жіңішке жолдарда, екі жолақ жолдарда жайлап жүргендер жақсы ғой. Әлі кетіп бара жатыр. Әрі қатты айдап келе жатыр. Әрі қауіпті басып озулар жасап келе жатыр. Әлі жете алмай келе жатыр мына фураға. Қатты келе жатыр. 90-дан келе жатыр. Түтінді көрдіңіздер ма? Жігіттер, құрметке келіп қалдық, құрмет. Осы құрметте осының самсасы күшті. Как раз үнеме дәмін таттырамыз қазір. Өте керемет самса. Тек болса жақсы енді, свежий. Әбет самсамызды алып алып, жолға бір нәрселерді алып алып, жол жалғастырамыз. Так, Қызылордаға 694 километр қалыпты. Мінекей осы кафе 694 километр қалыпты. Жаман емес, жақсы келе жатырмыз. Ешқандай проблема жоқ, Аллаға шүкір. Тек тар жол, фуралар көп. Солардан басып озған кезде қиындау кішкене. Бір жерінде қысып, напряжаться етіп отырасың. Солай. Кеттік жүр. Самса-памса алып алайық та. Самса болса жақсы. Свежий. Өкінішке орай самса болмады енді. Самса ала алмадық. Самса дайын емес екен. Апай тек қана өз жасайды екен, мұндағы апай. Енді бургер жасап берді. Соны алып бара жатырмыз. Оны күтуге де болады. Қазір бір-екі сағатта дайын болады. Бізде уақыт аз. Сондықтан бүгін енді Алла нәсіп етсе. Қызылордаға жетсек, ары қарай Түркістанды көреміз. Жеттік. Жетпесе Қызылордаға қонамыз. Машина әдемі келе жатыр. Осындай бургерлер жасап қолдан өзі әмді деп ойлаймыз. Так, біздің мотоцикліміз тұр ма екен? Тұр екен. Осымен алысып келе жатырмыз. То былай байлаймыз, то былай байлаймыз. Ақтөбенің жолынан құлап қайта
багіндегі бензин төгіліп кішкене прицеп сасып жіберді енді. Енді ары қарай жол жақсы. Былай тұр ғой, қозғалған жоқ. Кейде қалай айтады? Ожидание дейді ғой. Орыстарда. Біреуден бір нәрсе күтіп қалсаң, қатты үміттеніп қалсаң адамға. Осындай нәрселермен сені өкіндіру, ренжіту мүмкін да. Бірақ мен ренжімеймін, бірақ сонда да мына жерде говяжий котлет деп айтылды. Бірақ өкінішке орай говяжий емес. Мүмкін кішкене фаршпен араластырылған нан. Кәдімгі нан. Сонда нанның ішінде, нанның ортасында нан. Үшін нан бургер. Солай. Нормально. Пенде болғаннан кейін болады адамда. Арқыздамыз. Намаз оқытып қалды, намаз оқып болу керек. Мінекей. Біраз нәрсе өзгертті. Мынандай беседка салып қойды. Әдемі туалет салып қойған. Керемет. Осы жерге келсем риза боламын. Осындай намазхана салып қойғандарына. Әдемі. Ырғыздамыз, жетістемайды ырғызда. Присмотри за нашим местом. Хорошо. Аралға жақындап келе жатырмыз. Газ бітіп қалды тағы да. Бензинмен келе жатырмыз. Неден жасадық? Қара бұтақтан жасадық газды, толтырдық. Ырғызда болмады газ. Бірақ жетпей қалды Аралға дейін. Газымыз жасадық, бірақ қаланың ішіне жасадым. Қаланың ішіне жасап алдық. Су алып алдық жолға. Едем дәл Қызылорда. Қызылордаға барғаннан кейін, жетіп алғаннан кейін бұйырса көреміз, шешім қабылдаймыз. Ары қарай жүреміз бе, жүрмейміз бе. Қазалыға да жеттік. Сағат 7:21. Газ тауып алу керек. Міндетті түрде газ жасап алу керек. Қызылордаға 182 қалды шамамен. Жолда келе жатырмыз. Шүкір, бәрі жақсы. Прицеп жарқырап келе жатыр. Ана светтерді қойғаным керемет болды. Ыңғайлы. Енді ең болмаса Қызылордаға жетпесек те әйтеуір сәл болса да жақындап барып қонғымыз келіп тұр. Түнде жүрген жақсы емес. Бұйырса бүгін енді қонсақ, ертең түстен кейін 2-3-4-3-4-терде Шымкентте болатын шығармыз, Алла қаласа. Түркістаннан затымыз бар, Түркістан. Сосын ары қарай. Жосалдамыз. Ужин ішіп жатыр осылай. Жаңа есептеп қарап едім. Бүгіндікке 800 километр жүргенбіз. Таңнан кешке дейін жүрдік. Енді вроде тоқтаған жоқпыз. Маңызды деген нәрселерге тоқтадық. Прицеппен негізі 70-пен жүруім керек.
анда-санда тегіс жерлерде 80 мен 90 мен басып алған. Бірақ соның өзінде де үлгерген жеріміз осы жер болды. Ары қарай тәуекелге бармай ақ қояйын деп, мүшірге ұйықтайын деп жатырмыз қазір. Жосалыда. Қызылордаға алыстау болып кетіп тұр. Енді болады қазір соңына дейін жүріп соға, бірақ сонша тәуекел еткім келіп тұрған жоқ. Шаршап осыдан болсын. Қазір ерте жатсақ, керісінше таңертең ерте тұруға жақсырақ болады. Сондықтан енді бір бос тоқтаған жеріміз жоқ. Бәрін нақаду жасадық қой. Тамақты да сол сразу қолымызға алып алып рөлдеге атып жеп. Тек заправка жасаған жерлеріміз болды, кішкене очередьқа тұрған жерлеріміз болды. Сонымен уақыт өтіп кетті. Осы жерге қонатын болдық. Таңертең Қызылорда, Түркістанға барып бір тоқтайтын бар мысалы. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Так. Жосалыдан қозғалып бара жатырмыз. Жосалы ма? Жосалы. Мына жерде тұрмыз. Осы жерге қондық. Қозғалып бара жатырмыз. Жақсы демалдық. Бисмилля. Через 800 метров поверните направо на съезд. Большинство из них сейчас впервые увидят, что осталось. Жосалы. И осталось что-то. Жосалдың астында тұрдық. Шымкент. Тіке Шымкентке кетеміз. Что-то невероятно страшное. Қызылордаға келдік. Қызылордадан дәл кіре берісінде мост үстінде мынандай айналма жол жасап қойған екен. Жөндеп жатқан болып тұр ғой. Газ тауып алу керек. Газ құйып алдық. Қызылордадамыз. Қызылорда кешені комплекс. Осы жер жақсы негізі, әдемі. Тамақтар да жақсы. Қазір енді осыдан Түркістанға ғой. До конца Түркістанға жүріп ұстау керек. Сондан әветті, барлығын сондан ішеміз. 31 литр кетті. 31 литр кетті, я. Так, соңғы рет қайдан жасап еді? Есінде ма? Ұмытып қалдық соңғы рет қашан жасағанымызды. Қай жерде жасағанымыз. Жалпы 30 литр кетті. Мен байқауымша кейбір жерлердің газы көп жүреді, кейбір жерлердің газы тез жанып кетеді. Газдың сапасында да айырмашылық бар сияқты. Ал автобан басталды. Енді Шымкентке дейін осылай. Рахат. Қазақстанның бүкіл жолдары осындай болса, керемет. Шымкент, Самалақ, Қызылорда 400 метр. Ал, бисмилля. Түркістанға жетіп алып, затымызды сүріп, түскасымызды ішіп, Жаңақорғанға келдік. Жаққа қарап
тау жоқ қой. Осындай тауларды көріп, мына тауларды көріп таңғалғаным бар. Бірінші рет өткен кезде. Қазір Алматыға барып бірінші рет барып келгеннен кейін бұл тауларда аласа болып қалды. Осы мешіт есінде ең бірінші өтіп бара жатқан кезде бұл салынып жатты. Ішінде жөндеу жұмыстары жүріп жатты. Постқа келіп мінекей Аллаға шүкір Түркістанға да жеттік. Күн ыстық. Кешегі жолға қарағанда бүгін күн ыстығырақ. Енді Түркістан Шымкент жақтары осындай. Так, мінекей жүкті жеткіздік. Аман есен. Шаң жүк па қап-қара қылып көрсететін үшін. Қазір жуып көріп көрсететін үшін бәрі. Ал жігіттер Шымкентке келдік, Аллаға шүкір. Басқа жақпен кіріп келе жатыр. Бірінші рет кіріп келдім мына жақтан. 33 километр дейді. Қателеспесем бірінші рет кіріп келе жатырмын. Негізі ана жақтан кіріп жүрдім ғой. Ана жақта тағы бір үлкен кольцевой бар. Мына үлкен жол соған кетіп қалады. Сол жақпен кіріп жүрдім негізі. Мына жақтан бірінші рет келе жатырмын. Жаңа автобанда келе жатқанда көліктер жарысып келе жатыр. Бір көлік оң жағымнан өтіп кетті ғой. Видеосы бар. Оң жақтан басып өтіп кетті. Және тағы бір авария болды жаңа жолда. Бірақ оны түре алмадық. Газель фураның артына кірген. Газель жаншылып қалған өзінен өзі. Мұзырайып жапырылып қалған. Водитель енді тірі қалмаған сияқты анда негізі. Рөлі бәрі, водитель жүргізушінің отырғышы бәрі шығып кеткен сыртына. Тірі қалу екі талай сияқты. Қазір енді қонатын жер іздейміз. Қонып, демалып, таңертең енді шаруаларымызды жасаймыз. Мотор іздейміз. Кері қарай жүк іздейміз. Ертең бәрі жақсы болып кетсе, Алла аласа бұйырса, кешке шығып кететін боламыз. Assalamualaikum. Khairu taң.
Егер осы жақтамыз. Шымкентке кіре берістеміз мына жерде. Негізі кірдік ішіне кеше. Шымкенттің ішіне кіріп. Мешіттің, үлкен мешіттің басында түнейміз бе, демаламыз ба деп ойладық. Онымен оған жақтар іште шумный болып, машина көп, басқа деген сияқты. Адамдар көп болды. Сосын бәрі біртүрлі қарайды. Сосын сыртқа шығып кетіп, қайттан келіп мына жаққа демалып жатырмыз. Жаңа тұрып жатырмыз. Ертең енді бұйырса неге барамыз. Ертең қазір барып авторазборға барып естеріңізге сала кетейін. Мен дейтін Шымкентке өзімнің шаруаммен келген мотор іздеуге. Авторазборға барып мотор қараймыз да қазір. Заодно бір жағынан інім груз жүкті қарап отырады. Кері қарай Оралға, Ақтөбеге жүк қарап отырады. Мен мотор қараймын бар. Мотоциклді жүріп, былай да былай жүріп, бірнеше разбор бар, сол жерлерде қараймын. Шаран АТМ мотор. Біздер Шымкенттеміз әлі. Мен видео түсіруге ұмытып кеттім ғой, шауып жүріп. Мотор іздеп таптық. 1-2 мотор табылдық. Іздеп 1-2 жерден қарадық. Скутер түсіріп алдым да, скутермен араладым. Мотор сататын жерлерде. Скутер түсіріп, жуып, прицептің ішін жуып, кішкене тазалап, реттеп алдым. Видеоға түсіре алмай қалдық, ұмытып кеттім. Күннің ыстығымен не істеп жүріп ұмытып кеттім. Қазір енді Ақтөбеге жүк салып алайын деп бара жатырмыз қазір. 2 жүк таптық Ақтөбеге. Біреу сетка, темірлер бәрі. В общем, қазір көреміз. Біріншісіне бара жатырмыз қазір. Біріншісін тиіп аламыз, содан кейін екіншісіне барамыз. Осылай артып алдық, тиеп алдық, толып тұр. Сеткіні сыймай қалғандарын қазір анда салып жіберіп, мына жерде орын босатып, мотор алып кетеміз, болмаса жаңа қазандар алып кетеміз осы жерден. Осымен толдырдық. Тағы да металл алып жатырмын, металл. Бір жағынан жақсы осындай жүкті. Жолға шыдайды да. Көлікті толтырдық машинаның үстіне. Енді ішіне ештеңе ала алмаймыз. Қонғаннан кейін ішіне қонамыз, ұйықтаймыз, демаламыз деген сияқты. Ал енді аман есен жетсек, Алла қаласа. Бұның барлығы Ақтөбеден түседі, жүктің барлығы. Артық жүктің барлығы Ақтөбеден түседі. Анау сетка, қазандар. Осымен шығып кетеміз қазір Шымкенттен. В общем, барлығын тиеп алдық, жігіттер. Полный прицеп толды.
Шамамен салмақ енді 800 килограммдай болатын шығар, барлығының салмағы. Енді телефонға, видеоға түсірейін десек, телефон қызып кетіп жатыр Шымкенттің ыстығынан ше. Бізде Оралда ыстық болады ғой, бірақ телефон қызып кетіп өшіп қалмай, зарядка алмай, ондай болмайтын еді. Мұнда ыстық қатты болып тұр, Шымкенттің ыстығы. Солай болдық, шаруамыз бітті, енді басқа шаруамыз жоқ, сонымен шығып бара жатырмыз. Кеше түнеген заправкаға барып, сонда жасап алып, заправкамызды жасап алып, бәрін жасап алып, едем дальше ғой. Ал Түркістанға да келдік. Қараңғы түсіп кетті, біз келгенше. 70-пен жүріп болғанша, кей кездерде басасың 90. Бірақ қатты жүре алмайсың, грузбен, жүкпен қатты жүре алмайсың. Қиындау болып тұр. Жақсы тамақ жейтін жер тауып алайын деп келе жатырмыз. Донордан басқа тойдыртатын ештеңе жоқ сияқты, сондықтан донор жеп алатын болармыз. Қалған басқа бірдеңе жейін десең, бағасы да айқайлап тұр. 8-9 мыңға шығып кетеді 2 адамға. Сондықтан бір донордан ұрып алу керек ау. Түркістаннан шығып бара жатырмыз. Түркістанға қондық. Ар жақта Royal Petrol деген заправка бар, соған қондық. Соған қонып демалып, газымызды жасап алып. Енді бүгін барынша жүруге тырысам. Жүктер орны қылып алған, бәрі орнында. Жақсы келе жатырмыз, шүкір. Бүгін жеткен жерге дейін жетіп демаламыз. Алла қаласа, енді амандық болса, Қызылордадан асамыз. Шамамен Аралға жетіп алсақ, әдемі негізі Аралға жетіп алсақ. Бұйырғаны. Шейін деп ішке кіріп кете қойып едім. Онымен ақталмады. Бір донер жеп едім, қандай екенін айтпай қойып. Онша емес болды. Шүкір, тамақ барыны базар жеп алдық, енді кетіп бара жатырмыз. Байқоңырдың қасында келе жатырмыз. Өткенде кетіп бара жатқан кезде түнде өткен. Қазір күндіз өтіп жатырмыз. Байқоңыр. Керемет, иә? Біздің Қазақстанның ландшафт дейміз ғой, даласы өзгеріп отырады. Енді бәрі ұқсас болғанмен, бізде Ресейдегідей басқа жақтағыдай тоғай, басқа бір нәрсе болмағанмен, бірақ ұқсас болса да, әр облыстың, әр аймақтың бір өзі ерекшелігі бар.
қарсы келе жатырмыз, жаман емес. Тек жаңа тұрып қалдық. Ана мына жерде кемпингқа тоқтағанда тұрып қалдық. Мына ауа соратын патрубка ағытылып кетіпті. Соны бұрап қысып алдық. Ырғызға жетіп алам деген жоспарымның күлі көкке жетті ғой. Аралға жете алмай келе жатырмын әлі. Аралдың өзіне 1 сағат бар әлі. Мынандай айналма жолдар бар. Кішкене қинап жіберді. Және осылай көліктер кептеліп келе жатырмыз. Біріміздің артымыздан біріміз. Осылай. Адамның жоспары басқа, Алланың жоспары басқа деген осы. Бәріміз ойлағандай бола бермейді. Шүкір, аман есен сол аралға жетіп алсақ, сонымен демаламыз аралға. Аллаға шүкір, аралға да келдік. Аман есен жеттік. Жүктер орнында. Ештеңе қозғалмаған сияқты білеймін. Жоқ, қозғалған екен. Қозғалып кеткен екен. Тесіп шыққан. Міне тесіп саған. Тентім тесіп сай береді осы темірлерді алып келе жатқан кезде ең біріншісінде осы. Осы жер тесіп саған сол темірлер. Мына жерден тесіп саған. Қазір реттеп алу керек. Да. Қазақы қойылға тоқтадық. Осы жерге демалып. Намазымызды оқып тесіп жататын боламыз. Жатып демаламыз. Енді бүгіндікке шамамен 800-ге жуық жүріп тастадым. 700-дей, 750-дей километр. Түркістаннан бастадық қой. Қалай ойлайсыздар, жақсы ма, жаман ба? Біреулер айтады, жай жүресің дейді. Білмеймін, жай жүрмесең мүмкін емес болып тұр ғой жол дейді. Қатты болып тұр ғой. Және жүкпен, енді жүксіз келе жатсам, прицеппен келе жатсам, онда прицепсіз келе жатсам, онда жүрем ғой. Осының өзінде анда-санда 80 мен 90 мен жүрем, бірақ оның өзінде үлгергенім осы болып тұр. Бұйырғаны демаламыз. Ең бастысы қауіпсіздік. Ең бастысы қауіпсіздік. Қауіпсіз аман есен жеткен маңызды, ең маңыздысы. Қалған маңызды емес ондай. Ассалаумағалейкум. Аралдан қозғалып бара жатырмыз. Аралға қондық. Жақсы ұйықтап шықтық. Нормально, бәрі жақсы. Тек заправка, газ заправка болған жоқ. Аралдың ішіне кіріп керек болды. Тағы да ішіне кіріп жасап шықтық. Ақтөбеге түсу керек. Ақтөбеге түсіп, заттап жүріп. Қарабұтаққа келдік. Әрең дегенде жеттік. Ол жаққа келген сайын жол нашарлай береді. Жол нашарлаған сайын жүрісіңде баяулай береді. Соны баяу жүріп жатырық, жайлап асықпай. Қат жүрейін десең, жүкті соғады. Жүкті соғып, лақтырып тұру былай да былай. Берекетті алып. Тарсылдатып. Осылай. Газда жоқ мұн жақта. Мұнау жабық, анау жабық. Ар жақтан бар жасадым да. Олда да дұрыс айдаған жоқ бірақ. Соңына дейін. Ақтөбеге жетіп алсақ деп келе жатырмыз енді. Ақтөбеге жетіп алсақ. Сол жарайтын шығар соңынан. Ақтөбеге жетіп демалып, ары қарай үйге жүретін шығармыз ертең.
жол нашар. Мына клиенттер, кейбір клиенттер жаңа кейбір адамдар түсінбейтін сияқты. Мен звондай береді, қайта сұрай береді, қай жерге жатырсың деп. Жол нашар, жол біріншіден, сосын кептеліп қаласың кейде. Анау фуралар көп та, фуралар бір-бірінен колонна болып жиналып қалады да, соның арасында келе жатасың, шыға алмайсың обгонға. Обгонға шығайын десең, көп ұзақ уақыт керек. Оған тағы шыға алмайсың. Сондай қиыншылықтар бар да. Жол болғаннан кейін солай болады енді. Сосын біздің жақтың жолдары енді тар жол, сосын нашар жол, оның үстіне шоқалақ. Қазір осының өзінде қарап отырсақ, 2 минуттың ішінде қанша көлік өтіп жатыр былай да былай. Ана айналып өтетін жолдарда кептелеміз. Кеше кептеліп қалдық кішкене. Айналып өтетін жерлерде. Мына жолдың сиқы. Ана жерге вообще асты соққан. Асты соққан, қатты келіп болсаң асты соғасың. Хромтаудан астық. Келе жатырмыз. Әйтеуір ақылеп. Пробка болып жатыр мына жерде. Пойыздың өтетін жеріне. Мынандай болып жан-жақта жанынан келіп қыстырылып отындар берекетті алады осылар. Көп болды мана. Осылай жанынан келіп қыстырылып алатындар. Пробканың үстіне пробка қосып. Басқа адамдардан артықтай бір. Амал жоқ, тұрамыз енді. В общем, батыстың жолын тез-тез салып бітірсеңдер, кім салып отыр екен? Қазавтожол ма салып отқан? Сосын батыстан шыға да алмай қалдық, кіре де алмай қалдық, кірсек. Үйімізге мұңайып, жабырқап, шаршап барамыз. Ақтөбе металл. Жеттік аман-есен. Түсіріп жатырмыз. Қазан, ошақ. Екінші рет доставка жасап жатырмыз. Екінші видеода да осылай да доставка жасап жатырмыз. Мінекей, соңғы жүкті әкеліп тастадық. Өзіміз грузчик болып кеттік аздап. Бірақ түнде келіп қалғасын, бізге де түсіріп кету керек. Сондықтан өзіміз қолмен түсіріп тастап жатырмыз. Осылай. Ал Ақтөбеден шығып бара жатырмыз. Жүктің бәрін түсірдік, тапсырдық. Шүкір, аманаттан құтылдық. Бәрі жақсы. Аллаға шүкір. Енді көлікте тек мотормен, скутермен қалды, болды. Алып кетіп бара жатырмыз, шығып бара жатырмыз. Не айтайын, енді бұйырса Оралға жеткесін аяқтаймын видеоны, Алла қаласа. Бірақ бір айтып кім келіп тұрғаны өткенде біреу не деп жазып жіберді, бір нәрсе деп жазып жіберді жаңа комментарийға. Мен осының алдында обзор жасадым ғой. Мен мына машинаны қалай малға деп па, бір нәрсе деп. В общем, сол кісіге дәлел ғой бұл машина. Аллаға шүкір, аман-есен 4000 километрді сынбай, басқа қылмай жүріп келді әйтеуір.
Енді Ақтөбеге жеткеннен кейін өз үйіме жеткендей болып жатыр мен тағы. Сосын ғой айтып жатқам. Солай. Өкінбеймін алғаныма. Керісінше қуандым. Басында кішкене өкініштер болды енді. Жаңадан бұндай машина айдап көрмегесін. Кішкене ай қателестім ба деген ойлар болды, бірақ қазір өкініп жатқан жоқпын. Керемет екен. Рахат. Отырғыштар алынбалы, салынбалы. Отырғыштарды алып тастайсың. Керек болса. Солай. Берсе Оралға жеткесін видеоны аяқтаймыз. Оралға енді ертең жетем Алла барса. Қазір жолда демалам. Өйткені бүгін күн ұзаққа жүріп келдім. Тіпті оң аяғым ісіп кеткен өзі. Отек дейді ғой. Газды ұстап отырып. Бір жаманде круизға үйреніп қалғанбыз ғой. Приорда круиз болды. Мынада да круиз бар негізі. Соны берсе жасап алсам әдемілеп. Кішкене вложение керек, кішкене сабыр керек. Ақша жинап бүйтіп жасап алу керек жай-жайдан. Сол қолдап кетіңіздер, комментарийға жазып, ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар. Міне жеттер. Осы жігіт қой бізге келген. Қазақстанға келіп, Қазақстанды аралап кетті осы жігіт. Нивамен. Кеше мен менің видеомның астына комментарийға жазып жатыр ғой, жаңа машина таныстырып жатқанда, көлік таныстырып жатқанда. Мола ғой деп жазып жүрген ғой. Соны айтамда, мына жігіт новый алды Ниваны. Видеолар бар, көрсетті. Новый салоннан алып шыққанда. Алып шыққан күні аварийкасы жанбай қалады. В общем, сондай нелер көп болады да. Вот, міне действительно, осындай машиналарды айтып вот мола деп. Жаңадан алған. Бұл 98 жылғы. Бұған 28 жыл болған көлік. Әлі жүріп тұр, әлі сүйегі аман. Тек кішкене тек қалай айтуға болады. Күтім керек та, күтім. Жақсылап күтім жасап жіберсе, әдемі жүреді. Әлі жүріп беретін машина. Сондықтан комментарий жазғанда да жігіттер, енді көңіліме алған жоқпын да, жалпы жауап беріп жатқам ғой. Жігіттер комментарий жазған кезде де жаңағыдай енді ақыл кеңестеріңізді жазыңыздар, әңгіме жоқ. Пікірлеріңізді айтыңыздар, мысалы, осындай деген сияқты. Мен де видеоны жаңағыдай біреуді үйрету үшін, біреуге үлгі болу үшін, жаңа басқа емес, жай ғана өзімнің басымнан өтіп жатқан нәрселерді бөлісу да болды. Маған да жақсы да ол өзіме кейін бірнеше жылдан кейін есіме алып қарап отырғанда видеоны есіме түсіріп ностальгия дейді ғой, ностальгировать етіп отырғанда жақсы да. Сондықтан сол үшін түсірем видеоларды. Енді біреу үйренсе, бір нәрсе үйренсе нұр үстінен нұр. Атак біреуге үлгі болайын деп, біреудің алдына шығып кетейін деп, сондай бір мақсат қылып түсіріп жатқан жоқпын видеоларды. Солай. Қобдаға келіп жатырмыз. Арқадай шаршадық. Жарайды, бүгіндік 785 километр жүріп жатпын барлығы. Дайындалып отырмыз қазір. Дайындап, төсек салып. Әдемі келдік. Енді Қобда арқарай Жымпитыға жетсем негізі үйге жетемін ғой. Жымпитыға 200 километр бар. Енді кейбіреулер айтуы мүмкін, Қобдаға жетіп ұйықтаған қалай болады екен, ұят болмай ма екен деген сияқты. Сондай бір өтірік нәрселер бар. Ауылда жүргендер емен тақпау керек, өзінің үй жағында жүргендер емен тақпау керек деген сияқты нәрселер де бар адамдарда. Мен айтарым, ең бастысы қауіпсіздік, ең бастысы аман есен жету. Басты мақсат сол. Басты мақсат өліп талып жету емес, амандықпен жету. Сондықтан ол жарайды. Мен өзім жолдан секіріп кетсем де, мысалы, ұйықтап кетіп, құдай сақтасын енді, бірақ ұйықтап кетіп жолдан секіріп кетсем де өзіме зиян келеді. Ал қарама қарсы бағытқа шығып кетіп, басқа адамдарға зиян келіп кетіп жатса, мысалы, ол да қате нәрсе. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ дейді ғой. Сақтан ұйықтаған артық.
үйде ұйықтадым не, машинада ұйықтадым не, қазір айырмашылығы жоқ. Енді бұрын кішкентай машиналарда ұйықтай алмайсың енді. Ал қазір аяқты созып жататын болғасын. Айырмашылық жоқ ма екен? Дальнобойщиктардың арасында. Мини дальнобойщик болып жатырық. Маякта қобдадан шықтық. Заправка жасап алдым, кстати. Қобдадан газ толтырып алдым. Сол берса таңертең Алла қаласа ұйқыдан тұрып басамыз. Жалпы бос келе жатқан жоқпын. Бостан босқа барып келе жатқан жоқпын. Мотор алып келе жатырмын. Оны ары қарай қалаға Оралға алып кетемін. Сосын папам да әкем де Оралға шығады. Сол өзінің көлігімен сол сервисқа барып тастаймыз. Моторды салатын қалып. Осылай. Ал Жымпитыға да келдік. Аллаға шүкір, ешқандай оқиғасыз, ешқандай сынусыз. Енді тек қана арттағы скутер қайтадан байлап кішкене уақыт кетіп қалды. Соны жалпы скутерді алып барғаныма өкініп қалдым. Бір жағынан енді рахаты өткенде Шымкенттің ішінде жүргенде рахат болды. Жеп-жеңіл жүресің, ешқандай стрессқа түспейсің. Машиналардың арасынан өтіп деген сияқты. Ақтөбеде де жүргенде де жақсы. Бірақ прицепте тасу келмейді екен. Жаңағыдай платформа бір нәрсе жасап алу керек екен. Сол өкініп келе жатқан нәрсе. Так, былай бәрі жақсы. Аман есен келдік, Аллаға шүкір. Енді қазір дальше Оралға кетем. Өнімді түсірсем де Оралға кетем. Оралға барып бір демалып, барлығын реттеп, көлікті жуып, шайып, тазалап, сонымен соңын айтатын болам. Қалай болғанын, не болған. Қорытындысын. Аллаға шүкір, Оралға келдім. Үй жаққа бара жатырмын. Барып, от-душинен жуынып, шайынып, демалып, ұйықтап, сосын барып тұрып, тұрғаннан кейін машина жинап, басқасын жинап, жалпы реттелу керек. Жай-жайдан жұмысқа қарай жұмысқа кірісу керек. Солай. Рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге. Енді видеода айтқанымдай, кеше айтқанымдай, енді сіздер үшін қазір бәрі бір сәтте болып жатыр ғой. Мен үшін мен кеше Ақтөбеден келе жатқанда айтқанымдай, біреуге бір нәрсе үйрету үшін емес, жай ғана өзімнің басымнан өткен саяхат дейді ғой. Жолда қалай жүрдім, қалай груз алдым, соны бөлісу болды. Солай, жақсы комментарий жазып кетіңіздер. Жақсы пікірлеріңізді, ақылдарыңызды айта кетіңіздер. Бір-бірімізбен жақсылықпен бөлісейік. Жақсылықта көріскенше. Келесі видеода көріскенше, бұйырса келесі видеолар шықсын.